Бисмилля деп сабағымызды бастайық. 15-ші юнит қадамына жетіп жатырық. Бұл қызықты тақырып, негізі қазақ тілінде бұндай ереже жоқ шығар. Және орыс тілінде де бұл ереже деген қызықты ереже. Біріншіден, кейбіреулерге түсінікті болмайды, басында қолдану қиындау болады біреулерге. Бірақ бұл ағылшын тілінде жиі қолданатын конструкция. Жиі қолданатын грамматика. Бұл грамматиканың аты present perfect дейді. Present perfect. Сабақты жалғастырмастан алдын тағы да қайталап кетейін. Біз Essential Grammar in Use деген кітап бойынша өтіп жатырық. Бұл кітап деген A1, A2 деңгейінде 114 сабақтан тұрады. Егер де осы 114 сабақты өтіп, түсініп, қолданып шықсаңыз, сізге ағылшын тілі шетелде тұруға жеткілікті болады. Тек керекті сөздік қорларды жинай берумен, иншалла. Сондықтан да тіркеліп қойсаңыздар, осы каналды қарап жүрсеңіздер, шама келсе жиі видеоны салып тұрмын. Осы I have done кітапқа кірместен алдын кітаптан бөлек кішкене түсіндіріп жіберейін. Бұл конструкция етістікке байланысты. Осы конструкцияда қолданатын етістіктің түріне байланысты сіздерге қосымша сабақтан бөлек бір мәселелерді түсіндіріп жіберейін. Ағылшын тілінің етістіктері 4 формуладан тұрады. Бұл жерде 3 формуланы білдірттім, себебі 4-ші формула ол тіпті жеп-жеңіл, ойланатын ештеңе жоқ. Әрбір етістікке ing деген сөзді қоса береміз. Ол 4-ші формула. Сондықтан бұл жерде келтіргенде жоқпын, себебі әрбір етістіктерге ingті қоса беру ол 4-ші формула болып шығады. Енді 3 формула бар. Мен verb 1, verb 2, verb 3 деп жазып қойдым. Verb деген ол етістік деген сөз, глагол. Бірінші verb 1-ді қарайық. Verb 1 инфинитив деп аталады. Инфинитив, яғни ол біз дейтін ана сөздік, телефонды алып сөздікті қараймыз ғой. Телефондар болады бізде, мысалы қазақ тілі және ағылшын тілі сөздігі деген сияқты. Сол кезде етістікті терген кезде, мысалы бару деп жазған кезде бізге go деп шығады. Ойнау дегенде play деп шығады. Бастау start деп шығады. Осы ең бірінші шығатын сөйлем, ең бірінші сөздіктерде бізге шығарып беретін сөйлем, соны инфинитив деп айтады. Яғни ол бастапқы етістік, ешқандай өзгеріске ұшырамаған бастапқы етістікті инфинитив айтады. Сол verb 1, бірінші. Бұл инфинитив, яғни осы глаголды қай кезде біз кездестірдік? Біз алдыңғы өткен сабақтарда кездестірдік. Бұл present simple деген ережеде келді. Мысалы, I play, мен ойнаймын. They start, олар бастайды. She speaks, ол сөйлейді. Сол егерде present simple ережесін артқа қайтып қарайтын болсаңыздар, осы инфинитивтағы қолданған етістікті таба аласыздар. Verb 2, енді екінші түрі, екінші формуласы, ол past simple деп айтады, яғни простой өткен шақ. Ол өткен шақ, яғни жаңа play, start, come деген сөздер бар ғой, ең бірінші verb болған. Инфинитивтер, ол осы шақта келген етістіктер болды жаңа. Енді сол сөздердің өткен шағы. Мысалы, қазақ тілінде де әрбір тілде өзгеріс болады ғой, мысалы, ойнаймын, ойнады. Барамын, барды. Сол сияқты ағылшын тілінде де осы шақпен өткен шақтың сөздерінде айырмашылықтар бар. Ол егерде осы шақпен айтатын болсақ, verb 1-ді қолданамыз, өткен шақпен қолданатын болсақ, өткен шақ етістігін айтатын болсақ, verb 2-ні қолданамыз. Енді осы verb 2 екіге бөлінеді. Дұрыс етістік бар, бұрыс етістік бар. Дұрыс етістік дегені ол әрбір инфинитивтің соңына еді деген сөз ed қосылуымен өткен шаққа ауыстырып ала қоямыз. Мысалы, I play, мен ойнаймын. I played, ed, мен ойнадым. Мысалы, I start, мен бастаймын. I started, мен бастадым. Осы ed қосылуымен. Ол бірінші дұрыс етістігі. Ал бұрыс етістігі өзінің инфинитив болған негізгі етістігінен басқа түрде келеді. Міне мыналарды бірінші инфинитив болған етістікпен және мына verb екінші бұрыс етістігін келтіріп кеттім. Мысалы, go деген бару, мен барамын деген I go. Оны біз мен бардым дегенге ed қоспаймыз, I go it деп айтпаймыз.
went дейміз. I went деген мен бардым. Көрдіңіз бе? Алғашқы инфинитив етістігімен went деген екінші түрі айырмашылығы бар. Осы нәрсе бұрыс етістік дейді. Мысалы, see көру. I see мен көремін. I saw мен көрдім. Міне saw болды. I do мен жасаймын. I did мен жасадым. Осы екі түрі бар. Бірінші дұрыс етістік, AD мен бітеді әрбір сөз соңы. Екіншісі бұрыс етістік. Ол негізгі етістігінен өзгеше. Суреті өзгеше, әріптері өзгеше. He started. Ол бастады. Оны дұрыс етістік AD қосылып тұр. He started. I played. Мен ойнадым. Ол да дұрыс етістік AD қосылып тұр соңында. I played. You went. Сен бардың. Бұл бұрыс етістік. Яғни негізгі инфинитиві go. Бірақ went қауысты. I went. Мен бардым. Бұның барлығы verb 2. Екінші формуласы. Ал енді үшіншісін қарап көрейік. Үшіншісі past participle деп айтады. Past participle деген осы етістіктердің үшінші түрі. Ол үшінші түрі деген ол тіпті етістік емес болуы мүмкін. Кейбір ұстаздар айтады, ол етістік емес дейді. Ол деген, мысалы, I, мысалы, do, мен істеймін. I did, мен істедім. I done деген істелген. Мысалы, go барады, went барды, мысалы. Gone деген барылған, істелген, барылған, жазылған, кетірілген, ұйықталған деген сияқты сөздер. Оның барлығы осы етістіктен шыққан, сондай бір өзгеріске ұшыраған, сондай істелген, битілген деген сол нәрсе, ол past participle етістіктің үшінші түрі. Мысалдарға қарап көрейік. Алдымен дұрыс етістіктің мысалдарын қарап көрейік. Play ойнаймын, played ойнады, өткен шақ. Played ұқсайды, міне екінші формуласына ұқсайды. Played ол деген ойналған. Start бастаймын. Started бастадым. Started басталған. Go барамын. Went бардым. Gone барылған. Speak сөйлеймін. Spoke сөйледім. Spoken сөйлелген, айтылған деген. Міне бүгін осы кітапта өтілетін тақырып осы past participleға қатысты. Осы verb'тің етістіктің үшінші түрі. Осыны біз түсініп алдық деп ойлаймын, қандай мағына беретінін. Осы нәрсе бүгінгі өтетін тақырыпқа кіретін болады. Ендеше кітапқа қайтайық. Кітап бойынша берілген ақпараттарды, берілген сабақтарды алайық, иншалла. Қараңыздар, I have done. Мен жасадым. Present perfect. I have done. Done деген бұл do деген етістіктің үшінші түрі. Яғни past participle үшінші түрі. Do деген жасаймын. Did жасадым. Done деген жасалған. I have дегенді біз өттік қой, білесіздер ме? Have деген менде бар деген. Мысалы, I have a car. Менде машина бар. I have a pen. Менде қалам бар. Мына жерде I have менде бар. Done жасалған. Менде жасалған бар. Я имею сделанный. Яғни менде жасалған бар дегені ол мен істедім деген сөз. Оны қазір қараңыздар. Бұл уақыт деген сондай уақыт. Яғни бір нәрсесі жасайсыз, сол жасаған нәрсе қазір сізде результаты көрініп тұр. Яғни бұрын бір істеп кеткен нәрсе емес. Сіз осының алдында бір нәрсе істеп қойдыңыз, сол істеп қойғанның нәтижесі қазіргі кезде сізде көрініс табады. Мысалы қараңыздар. His shoes are dirty. Оның аяқ киімі лас. His shoes are dirty. Оның аяқ киімі лас. He is cleaning his shoes. Ол аяқ киімін тазалап жатыр. He is cleaning his shoes. He has cleaned his shoes. Ол аяқ киімін тазалады. Міне. Ол жаңа біразда бір 5-6 минут бұрын аяқ киім тазалап болды. Енді қазір he has cleaned his shoes. Оның аяқ киімі таза. Яғни he has ода бар, clean тазартылған аяқ киім. Бұлай тіке переводтаған кезде ол, бірақ үйді переводта отырмаймыз. Біз аяқ киімін тазалады деген сөз. Мысалы, мен өзі диванда отыр. Мысалы, мәз аяқ киім тап-таза, мен жылтырап тұр. Ол айтады. I've cleaned my shoes. I have
cleaned my shoes. Менің аяқ киімім таза деп тұр. Егерде дословно, егер тікелей аударатын болсақ, I have, менде бар, cleaned, тазартылған my shoes. Яғни осы результат нәтижесі қазір көрініп тұр. Бұл деген бір жыл, бір екі апта бұрын істелінген нәрсе емес. Алдыңғы уақытта, өткен шақта істелініп, нәтижесі қазір көрініп тұрған нәрселерді осы ережемен қолданады. Қазір алда көптеген мысалдар келеді, соны қарай берумен, өте берумен түсінікті болады деп ойлаймын. Екінші картинканы қарап көрейік. Екінші суретті. They are at home. Олар үйде. Шай ішіп отыр, күйеуі газет оқып отыр. They are going out. Олар шығып баратыр қазір. Үйден шығып баратыр. They are going out. They have gone out. Олар шығып кетті. They are not at home now. Олар қазір үйде жоқ. Нәтиже қазір көрініп тұр. Нәтиже не? Олар шығып кетті. Үй пустой. They have gone out. Осы нәтиже қазір көрініп тұрған нәрсе, білдіртіп тұрған нәрсе, ол дейтін осы present perfect пен қолданады. Has, cleaned, have, gone, etc. is the present perfect. Have plus past participle. Has, cleaned, have, gone дегендер оның барлығы present perfect дейді. Have-ті содан кейін past participle-ді қосамыз. Яғни past participle деген ол verb 3. Етістіктің үшінші түрі. Біз басында өткен. Қараңыздар. I have, we have, you have, they have, кәдімгі have сияқты. He, she, itқа келгенде has болады. Has. Мысалы, I have cleaned. Мен тазаладым. Clean деген тазалау. Cleaned үшінші, етістіктің үшінші түрі тазалады. I have cleaned. Мен тазаладым. Мысалы, таза бір нәрсе қазір қолыңызда бар. Результат. Мысалы, сіз алдыңызда посуды жуып тастадыңыз. Мысалы, посуды жуып тастадыңызда, содан кейін келіп I have cleaned дедіңіз. Мен тазаладым. Посудалар тап-таза көз алдыңызда тұр мысалы. We have finished reading a book. Біз кітапты оқып болдық. We have finished. Біз кітапты оқыдық. Яғни we have менде бар оқылған. Я имею прочитанный. Яғни осы нәтиже finished, аяқтадым деген нәтиже қазір сізде бар. Осы болған нәрсе, сізде бір нәрсені аяқтау деген хал қазір сізде бар сол результаты. Яғни сіз бір нәрсе кітапты оқып тастадыңыз жаңа. Қазір бір 5 минут алдын оқып тастадыңыз. Сосын келдіңіз де айтып жатсыз. I have finished. Мен бітірдім деп. Ол результаты бар. Жаңа оқып болдыңыз. Кітап ана жерде жатыр мысалы. Сол нәрсеге осы present perfect қолданады. You have started. Сен бастадың. Қазір бастап кеттім. 5 минут алдын. You have started. Результаты бар. Сіз бір нәрсе істеп жатсыз. I have started. Егерде бастаған жоқпын дейтін болса, онда I haven't started. I have not started. They have not lost. Мысалы, I have lost. Lost деген жоғалтты. I have lost my key. Мен кілтімді жоғалтып алдым. Сізде қазір кілт жоқ. Сіз кілтті іздеп жүрсіз. Сізде жоғалу деген хал сіздің бойыңызда тұр. Сіз бір нәрсе жоғалтып алдыңыз. Сол кезде I have lost. Я имею потерянный деген сияқты. I have done. Мен жасадым. He has done. Ол жасады. She has been. Ол болды. Сұрақ қоятын болса, have алға кетеді. Have I cleaned? Мен тазаладым ба? Have we finished? Біз бітірдік бе? Деген сияқты. Has he done? Ол жасады ма? Has she been? Ол болды ма? Has it gone? Ол кетті ме? Міне стрелкада көрсетіп қойғандай past participle, осы cleaned, finished, started, lost, done, been, gone деген осы етістіктің үшінші түрі past participle дейді. Regular verbs дұрыс етістік, irregular verbs дұрыс емес, яғни бұрыс етістік. Regular verbs дұрыс етістіктер. The past participle is AD, the same as the past simple дейді. Яғни оның үшінші формуласы екінші формуласына ұқсайды, сондай. Мысалы, clean, тазалау. I have cleaned, мен тазаладым. I have cleaned, мен тазаладым. Finish, we have finished. Start, she has started. Ал irregular verbs деген бұрыс етістіктер, ол the past participle is not AD. Соңы AD емес, уже AD мен бітпейді. Sometimes the past simple and past participle are the same.
кейбір кезде екінші формуладағы verb пен verb 2 мен verb 3 екеуі бірдей болады. Несі, формуласы, жазулары бірдей болады, бірақ мағыналары бөлек болады. Мысалы, buy сатып алу, bought деген сатып алдым, I bought. I have bought мен сатып алдым, яғни қазір сатып алдым. Have, мысалы, he had, ода болды. Have бар, he had, ода болды. He has had, ода бар. Sometimes the past simple and the past participle are different. Кейбір кезде verb 2 мен verb 3 айырмашылықтар бөлек. Мысалы, break сындыру, I broke мен сындырдым, I have broken мен сындырдым. Біз қазақ тілінде мен сындырдым деп бір мағынада айта береміз, сындырған нәрсені, бірақ I have broken мен сындырдым деген ол қазір результат көрініп тұр. Мысалы, қазір сіз алдыңызда ручканы ұстап отырыңызда, ручканы сындырып алдыңыз. Сосын досыңызға айтасыз қазір, мысалы, I have broken a pen. Мен дейтін қаламды сындырып алдым. Міне результат тұр, қолыңызда сынық қалам тұр. I broke десеңіз, мен сындырдым. Ол деген бәлкім белгісіз. Мысалы, сіз мотоцикл сындырып алдыңыз, мен сындырдым. Өткен аптада сындырдыңыз, бәлкім кері ондап, сол ондалған автобусты, мотоциклді мініп тұрсыз. И сіз досыңызға айтып жатсыз, мен ана аптада мотоциклім сындырып алдым. Ол уже бөлек, I broke мен сындырдым. Бірақ қазір мотоциклін сындырып алсаңыз, мысалы, бір дөңгелек ұшып кеткен, сол дөңгелегін ұстап тұрсыз да, досыңызға айтып жатсыз, I have broken, мысалы, my motorbike. Мен дейтін мотоциклімді сындырып алдым деп. Сол кезде қазір результат көрініп тұрса, сынған нәрсен, онда I have broken. Я имею сломанный. Менде сынық нәрсе бар деген сияқты. I have broken. See, көру, you saw, сен көрдің. You have seen, сен көрдің. Мысалы, қазір. Have you seen my phone? Мысалы, сіз телефонды жоғалтып алдыңыз. Іздеп жатсыз. Have you seen my phone? Сен менің телефонымды көрдің бе? Қазір результат. Fall деген құлау. It fell, ол құлады. It has fallen, ол құлады. Жерде жатыр, мысалы. It has fallen. Go, бару. They went, ол барды. They have gone, ол кетті. Мысалы, қазір жоқ. Where they? Олар қайда? They have gone. Олар кетіп қалды. Қазір жоқ. We use the present perfect for an action in the past with the result now. Біз дейтін present perfect'ті қолданамыз дейді бір істерге, яғни әрекеттерге, өткен шақтағы әрекеттерге болып кеткен, бірақ результаты, оның нәтижесі қазір көрінеді. I've lost my passport. Мен паспортымды жоғалтып алдым. Мына жақшада I can find my passport now. Мен қазір паспортты таба алмай жатырмын. Результаты, нәтижесі мені көрініп тұр, мен паспортым жоқ. I've lost my passport. Мен паспортымды жоғалтып алдым. Where's Rebecca? Rebecca қайда? She's gone to bed. Ол постельге, ол төсекке кетті, яғни ұйқыға кетті. He's gone. He's gone деген, яғни мына жерде she деген, мына жерде she деген, she's деп тұр ғой, she has деген мына жерде. She has gone to bed. Ол төсекке кетті, ұйқыға кетті. She is in bed now. Қазір ол кроватьта. Қазір ол төсекте. Результат қазір көрініп тұр. Яғни ол қазір төсекте. We've bought a new car. Біз жаңа машина сатып алдық. We have a new car now. Қазір бізде сол машина бар. Міне результаты қазір көрініп тұр. Мысалы, бір 80 жылы біз бір машина сатып алдық. Сол машина аварияға түсті, сосын сатып жібердік. Сондай әңгімелер болып жатса, біз машина сатып алдық деп бұрынғы шақта айтатын болсақ, онда осы ережені қолданбаймыз. Бұл ереже деген результаты қазір көрінеді. Яғни сатып жіберді, қазір сатып алдық, мысалы, қазір сол машина бар, мысалы сізде. It's Rachel's birthday tomorrow and I haven't bought her a present. Бүгін ертең Рейчелдің туған күні және мен оған сыйлық алған жоқпын дейді. I haven't bought, мен сатып алған жоқпын. Результат қазір қандай результат? I don't have a present for her now. Қазір менде сыйлық жоқ оған. Оған сыйлық жоқ, себебі мен сатып алған жоқпын. I haven't bought. Bob is away on holiday. Bob холидейға, демалысқа кетіп қалды. Is away.
Where has he gone? Ол қайда кетті? Where has he gone? Яғни where is he now? Қазір ол қайда? Ол қазір қайда кетті? Can I take this newspaper? Мен бұл газетті алайын ба деп тұр. Бересің бе? Алайын ба деп. Have you finished with it? Сен оны аяқтадың ба? Have you finished? Ты имеешь законченный это деген сияқты орыс тілінде. Do you need it now? Қазір саған керек па? Ол, яғни сен бітірдің бе? Қазір саған керек па? Яғни бір істі айтасыз, сіз жасадым деп өткен шақта. Бірақ оның результаты қазір сізде көріну керек. Сіз мысалы 20 күн алдын бір телефон жоғалтып алып, оны дейтін қайттан тауып алып, сосын сол әңгімені мен осы 20 күн алдын телефон жоғалтып алдым деп сондай әңгіме айтып тұрсаңыз, оған онда қарапайым past simple керек. Ал егерде сіз қазір мысалы 6-10 минут алдын телефон жоғалтып алдыңыз, іздеп жүрсіз, сосын досыңызға айттыңыз, мен телефонды жоғалтып алдым деп. Онда I've lost my phone. I've lost деп, осы I have lost деп осы ережені қолданасыз. Результаты не? Результаты сізде телефон жоқ. Осымен сабағымыз бітті. Егер де ұнаған болса, лайк басып қойыңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Барынша сабақты жиі шығарып тұруға тырысамын, иншалла. Және де 114 сабақты толықтай бітіруге тырысамын, иншалла. Сіздерден қолдау күтемін.